себебі ол оқушыны логикалық ойлауға, талдауға, салыстыруға, жүйелі шешім қабылдауға, сандық мәліметтерді өңдеуге және өмірде кездесетін түрлі мәселелерді шешуге үйретеді. Әдістемелік нұсқаулығының мақсаты бұл педагогикалық тәсілдер мен әдістемелік жолдарды ұсыну және мұғалімге қолдау көрсету, заманауи білім беру талаптарына сай ғылыми әдістемелік көмек көрсету, оқушылардың сыни тұрғыдан ойлау, талдау қабілеттерін дамыту, білімдерін өмірлік жағдайда қолдану дағдыларын қалыптастыру және шығармашылық пен шешім қабылдау дағдыларын жетілдіру болып табылады. Әдістемелік құралымның өзектілігі мен маңыздылығы бұл тек есеп шығару дағдыларымен шектелмей, шығармашылық ойлауды дамыту, практикалық жағдайларды талдауға және тиімді шешім қабылдауға үйрету және педагогикалық шеберлік, яғни мұғалімнің математика сабақтарын жоспарлау және тиімді әдіс тәсілдерді таңдау шеберлігін жетілдіру. Басты міндеттері математикалық ұғымдарды өмірлік жағдайлармен байланыстыра отырып түсіндіру, ойлау дағдыларын дамыту, яғни оқушылардың логикалық ойлау және есеп шығару дағдыларын жетілдіру, есептерді шешуде жаңағы айтып өткендей шығармашылық тәсілдерді қолдануға үйрету керек және алған білімді нақты тәжірибеде пайдалану дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Қазіргі білім беру жүйесінің негізгі мақсаты оқушының алған білімін өмірде тиімді қолдана алатын, шығармашылық тұрғыдан ойлайтын, жаңа жағдайларға тез бейімделетін құзыретті тұлға ретінде қалыптастыру. Әдістемелік нұсқаудың жаңашылдығы бастауыш сынып сабақтарында оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттырудың тиімді жолдарын ғылыми тұрғыда негіздеу, тәжірибелік әдістемелік тұрғыда кешенді түрде ұйымдастыру және жаңартылған білім беру мазмұнының талаптарын ескеру, интерактивті әдістер, жобалық жұмыстар, зерттеушілік тапсырмалар, ойын элементтері және акті құралдарын тиімді пайдалану. Мұғалімге қолдау ретінде бұл жерде нұсқаулық, яғни әдістемелік нұсқаулық мұғалімдерге оқу процесін интерактивті және инновациялық әдістермен ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Яғни акті құралдарын пайдалану, цифрлық білім ресурстарын қолдану, геймификация элементтерін енгізу, зерттеушілік жобаларды жүзеге асыру, оқу мазмұнын өмірлік жағдаяттармен байланыстыру. Мұның барлығы, яғни педагогтарға математика пәнін оқытуда функционалдық сауаттылықты қалыптастырудың жаңа деңгейіне шығуға көмектеседі. Заманауи инновациялық оқыту әдістеріне ол әдістемелік құралда онлайн платформалар, математикалық тренажерлар, мобильді қосымшалар, цифрлық ресурстар көрсетілген. Бұл құралдар арқылы оқушылардың пәнге қызығушылығы мен белсенділігін арттырып, оқу процесін заманауи талаптарға сай етеді. Әдістемелік құралда берілген бірнеше тапсырмалар ұсынып отырмын мына жерде. Шығармашылық тапсырмалар, яғни ол жерде жеңіл, орта және күрделі деңгейдегі тапсырмалар берілген және жобалық тапсырмалар үлгі ретінде берілген және актіні пайдалану, яғни ол жерде түрлі платформалар сілтемесімен көрсетілген, тапсырманы қалай орындау керектігі бірнеше үлгі бар. Қорыта айтатын болсам, оқушыларды математикалық функционалдық сауаттылыққа үйрету, ол олардың болашақ өміріне дайындығы болып табылады. Бұл әдістемелік құрал осы маңызды міндетті жүзеге асыруда мұғалімдерге баға жетпес құрал. Жақсы, рахмет. Әріптестер, жалпы бізге берілген осы мектептер бойынша, яғни 10-шы мектеп бағана айтып кетті. 24-39 гимназия және 4-шы орта мектептер бар болады. Сараптамалық кеңестен бекітілген инновациялық жұмыстарыңызды аудан көлемінде тарату бойынша сіздер енді 3 мектеп болса да енді бұл аудан көлемінде өздеріңіздің іс тәжірибелеріңізді тараттыңыздар. Жалпы тақырыптар өте көлемді, мысалы бір-біріне ұқсас емес. Мысалы математика сабағында логикалық ойлау дамыту, бастауыш сыныпта жылдам оқу дағдыларын қамтамасыз ету, цифрлық әлемде жаңа оқыту дейді, яғни оқыту платформаларын қолдану және де математика пәнінде бастауыш сынып оқушыларының функционалдық сауаттылығы ол да қазіргі таңда өте өзекті тақырыптардың бірі ретінде саналады. Сондықтан да осы бойынша сіздер өзара тәжірибе алмастыңыздар деп білеміз. Егер де
алдағы уақытта осы тақырыптар бойынша өздеріңізге қажетті факультатив тағы да басқа сабақтар болатын болса, өз араларыңызда іс тәжірибелеріңізді бөлісіп отырсаңыздар болады. Жалпы біз өзімізге берілген миссияны дейміз ғой, енді орындадық. Барлық мұғалімдер өздеріңіздің тәжірибелерін таратты деп есептейміз. Бұл жұмыстардың барлығы қазіргі таңда бізде миссия запись жасалынып отыр, жазылынып отыр. Сіздердің ертең өздеріңіздің аттестацияларыңызға осы жұмыстың сілтемелері жіберілетін болады. Барлықтарыңызға да рахмет, барлықтарыңызға сәттілік. Көп рахмет. Бір-бірлеріңізге Көп рахмет сізге. Көп рахмет. Сау болыңыздар. рахмет, сау болыңыздар, сұрақтарыңызға. Сау болыңыздар. Ерсұлтан отыр. Ыржаң еді. Мәзбума. Төлеген ағай, сізге демонстрацияға рұқсат беріліп қойды. Абай, мен тап қойдым соныңшы қалай қызы көріп екенін. Так, кім? Ерболат ағай, сіз дайынсыз ба? Төлеген ағай, сіз кімге жіберіңізші? Жанар Мұхтаровнаға, сосын ол кісі маған жіберсін. Апай, слайдты жіберейін ба, слайдты? Иә. Жанар Мұхтаровна маған қарап жіберсін. Қазір. Ерболат ағай, сіз дайын болсаңыз бастай беріңіз. Ерболатқа берші ені демонстрацияны рұқсат. Списта жоқсың ба? Уақыт жетпей. Біздікін кешіріңізші, біздікін 31-де среда күні қабылдайды дейді ғой. Мен онда среда күні тапсырасам қайтеді, 45-ке өзіне. Апай, мен сізге неме жібердім, слайд. Соны апайға жетпей жіберіңізші, қалады ғой. мынау істемей жатыр. Өзіңіз білесіз ағай істеймін. Жарайды, аха. Среда күні сол среда. Уақыттарыңыз жетпей қалады менің уақытыма. Сонан кейін тағы нете алмай қалам. Иә, кешіріңіз онда. Сау болыңыз. Ерболат ағай, бастай беріңіз. Бастай берейін, апай? Иә, аха. Слайдты қазір ашып көреді. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Біздің әдістемелік құралдың тақырыбы футбол техникасын дамытудағы қозғалмалы ойындардың әсері. Яғни бастауыш сыныптарға, 4-ші сыныптарға. Әдістемелік құралымыздың мақсаты белсенді қозғалыс ойындары балалардың физикалық және тәрбиелеуге арналған. Бұл ойындарда ұлттық идеология, тәлім-тәрбие, мәдениеттілік пен ғылыми түрде жетілуі қарастырылған. Міндетті балалардың физикалық түрде дамыту, балалардың ойын мәдениеттерін қалыптастыру, балаларды шыдамдылық пен төзімділікке үйрету, және де ойын арқылы балалардың өмірге құштарлығы мен ойын белсенділіктерін жетілдіру, және де футбол техникасын дамыту. Ал енді қозғалмалы ойындар дегеніміз, әріптестер, бұл жерде қозғалмалы ойындар футболшылардың техникалық және тактикалық дағдыларын дамытатын динамикалық жаттығулар. Ойын дағдыларды жетілдіру ойын барысында шапшаңдықты және икемділікті, шеберлік пен шешім қабылдау қабілеті жетіледі. Футбол техникасының негізгі маңызы допты басқару, пас беру, дриблинг, соққы жасау.
Ал ойын жағдайындағы жетілдіру қозғалмалы ойындар бұл дағдылары шынайы ойын жағдайында мүмкіндік береді және ойыншылар реакциясын және шешім қабылдау жылдамдығын арттырады. Естіліп тұр ма дауысым? Естіліп тұр. Естіліп тұр, бірақ слайдыңыз ашылмай тұр ғой. Слайдты Иә. жаңа жіберіп қойып қазір. Міне енді ашылды. Иә, футбол техникасының маңызы туралы қайта айта кетейін сіздерге, әріптестер. Бұл жерде негізгі техникалық дағдыларды және допты басқару, пас беру, яғни дриблинг, соққы жасау, және де ойын жағдайын жетілдіру қозғалмалы ойындар бұл дағдылары шынайы ойын жағдайындағы жетілдіруге мүмкіндік береді және де ойыншылардың реакциясын және шешім қабылдау жылдамдығын арттырады. Енді айта кететін болсақ, бұл жерде әріптестер қозғалмалы ойындардың әсері және ғылыми зерттеулері дәлелденген. Яғни осы 2025 жылы ғылыми зерттеулердің нәтижесі 30%-ке, яғни жақсарған жақсы көрсеткіш. Қазақстанда бізде қазіргі спорт мектептерінде қозғалмалы ойындар арқылы жас футболшылардың реакциясы мен қозғалыс үйлесімі айтарлықтай артқан 2025 жылы. Мысалға, нақты мысал айта кететін болсақ, Астана футбол академиясы тәжірибесі, яғни допты иелену уақыты қозғалмалы ойындардың енгізгеннен кейін 12-16 жас аралығында футболшылардың допты иелену уақыты 25%-ға ұзарған. Және де тактикалық ойлау қабілеті, мысалға тренерлер ойыншылардың тактикалық ойлау қабілетін айтарлықтай жақсарғанын атап өтіп, бұл олардың ойын кезіндегі шешімдеріне оң әсер еткен. Қозғалмалы ойындардың негізгі түрлері, мысалға 3-3, 5-5, яғни шағын футбол форматында ойындардың техникасы шапшаң әрі нақты қолдануға үйретеді. Ойын кеңістігі тиімді пайдалануға ықпал етіледі. Екінші түрі қозғалысқа жаттығулар. Қозғалыс пен позицияны жылдам ауыстыруға бағытталған жаттығулар ойыншылардың физикалық және тактикалық дағдыларын арттырады. Және де техникалық дағдыларды дамыту. Бұл жерде әріптестер қозғалмалы ойындардың артықшылығы мына жерде 3 түрге бөлінген. Бұл жерде жеке және топтық шеберлік, икемділік пен жылдамдық және де шынайы стресс жағдайындағы даму. Бұл жерде жеке және топтық шеберлікті бір уақытта жетілдіруге мүмкіндік береді және командалық жұмыстың маңыздылығын көрсетеді. Ал икемділік пен жылдамдық, қозғалыс икемділігі мен жылдамдығын арттыру, бұл ойын кезіндегі реакцияны жақсартады. Ал шынайы стресс жағдайындағы даму, ол ойын жағдайында шынайы стресс пен қысымды сезіну арқылы шеберлікті нығайту. Бұл ойыншыларды үлкен матчтарға дайындайды. Қозғалмалы ойындардың Қорытындылаймыз. Қорытындылаймыз ба? Қорытынды қозғалмалы ойындардың футбол техникасын жетілдіру тиімді құралы, яғни техникалық және тактикалық дағдыларды дамыту, қозғалмалы ойындардың орны ерекше және олардың тиімділігі жоғары. Кеңінен қолданып Қазақстандағы спорт мектептері мен академиялар осы әдісті кеңінен қолдану арқылы болашақ чемпиондарды тәрбиелеуге болады. Жақсы, рахмет, әріптестер. Футбол техникасын дамытуда қозғалмалы ойындардың әсері тақырыбындағы әдістемелік құралға сұрақтарыңыз бар ма? Яғни осы тақырыптағы егерде жаңағы қосымша факультатив тағы да тақырыптарда қажет ететін болсаңыздар, онда осы Бейсенбиев Ерболат ағайымызға
Жолықсаңыздар болады. Сұрақ бар ма? Сұрақ жоқ. Жақсы Сұрақтарыңыз жоқ. дайындалған. Сұрақтарыңыз жоқ болса, онда жаңағы Болатбеков Төлеген Елтайұлы 13-ші мектепке сөз берейік, иә? Болмаса ашылды ма апай? Ашылды, иә, қазір. Мысалдар жазасыздар. 44-ші мектеп пен 4-ші мектеп Юнона қосылдыңыздар ма? 44 Юнона. Жоқ, иә? Сәлеметсіздер, дайынымыз айта берсек бола ма? Біз мынау нені кесте бойынша келе жатқанбыз ғой, жоқ, дайын ол кісінікі қазір ашылып жатыр. Аха, жақсы. Юзер кім ол? Юзердегі кісі сіз нені қайтарыңызшы? Ну, юзер. Басқа Апай айта берейін ба, естіліп тұр ма? Естіліп тұр ғой енді, уақыт созбай айта берсеңіздерші. Болатбек Төлеген